Сәлем достар, бүгін менде жаңа сериал болады. Сериалдың аты «Жетімдер» деп аталады. Бұл жерде мына қыздарды көресіздер. Потом бұл бұлар осы жетімдер үйінде тұрады. Осы 6 қыз және де басқа да қыздар бар. Бұл осы жетімдердің бастығы болады және де оларды асырайтын ұстазы да бар. Ол видеоға көрінбес үшін мен оны әжетханаға тығып қойған. Вот осы жерде осы әйел осыларды ұрып тәрбиелейді. Ендеше сериалымызды бастайық. Достар, сериалды көрмес бұрын менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ендеше біз бастаймыз. Қыздар, есеп жазсыңдар, тұрыңдар орындарынан. Тәте, кешіріңіз, біз ұйықтап қалыппыз. Тұр орнынан, маған тәте деме. Тәте деме маған, тұр былай. Мені Майра ұстаз деп айт, түсінің ба? Кешіріңіз. Әй, тұрыңдар қалғандарың. Кешіріңіз, ұстаз. Маған бұдан былай барлықтарың әпке деп атасыңдар. Түсіндіңдер ма? Сұрақ бар, жоқ па? Жоқ, тұр барамын жерге. Тұрсаңдар жай қыз. Кешіріңіз, әпке. Тұрыңдар ана жерге. Барлықтарың тез бет-қолдарын жуып, тез тамағын ішіп ал да, барлығына көмектесіңдер. Түсіндікті ма? Тез бет-қолдарын жуып, тез тамақтарын ішіп, бүкіл полдарды барлық бөлмелердің барлығын жуып шыңдар дейді. Түсіндікті ма? Я. Жарайды, апай. Барыңдар. Құрыңдар. Әй, тұрсаңдар шеуің. Кешіріңізші, әпкей. Тұр былай мына жерге. Тұр орнынан. Тұр, көзді көрмейтін қыз. Көзі көрмейтін соқыр. Апай, оған ұрса бересіз. Оған қиын ғой, өзінің көзі көрмейді ғой. Сен не, герой болайын дедің ба не? Мен саған қаншалықты герой болатынды үйретем, түсінің ба? Алып кет мына қара көзіңді. Бұл қара көз емес, соқыр көз және де. Тез үшеуің тапандардан жалтыратыңдар. Болсаңдаршы болжырамай, тез бет-қолдарын жу. Қара көз, соқыр көз, маған қара, тұр ары қарай. Сен тез жуынып ал да, тез тамағыңды ішіп алып, мыналарға көмектеске бар. Түсіндің ба? Көзін қарайтып жүргенше. Уақыты жоқ менің. Әпке, біз болдық. Тамақтарын ішінде кет. Бүгін бізге жаңадан қыз келді. Тұра кеттік. Тұра тамақ жек. Қайдан ол соқыр көз? Ол бөлмеде киініп жатыр. Әй, сен не, көзің көрмесе бәріне міндетсінесің бе не? Қазір барам. Болшы, тез алма түс. Бол. Алыңдар мына соқыр көздеріңді. Тез беті-қолыңды жу. Тез тамақтарыңды ішіңдер. Жандың керек жоқ. Сенен ұйықтап тамақтарыңды ішіңдер ме? Енді дайындап ішеміз. Істеңдерші тез ұйықтамай. Болды, енді тез тамақтарыңды ішіңдер. Енді қазір директор шақырып жатыр. Мені шақырып. Я, кел отыр. Сенің жұмысыңды бағалап, арнайы еңбегіңді біліп, ақша келді. Ой, ол сіздің міндетіңіз ғой. Сол себепті барлық балаларға өзім тәрбие беремін. Сіздің болғаныңыз қандай жақсы болды. Сосын сізге арнайы ақша берсеңіз беріңіз. Мына ұрпақты. Рахмет. Вау. Рахмет.
болмаса мен барайын. Сосын тағы жаңалықтар болып жатса айт. Әрине айтам. Болдыңдар ма? Я болдық. Соқыр көз, сен әлі тұрсың ба? Қазір ғана. Қимылдаңдар үшеуіңде. Бұлжырақсыңдар өңкей. Бар да сенде. Кеттік. Сәлем қыздар. Сәлем мұтымдар. Қыздар, бүгін бізге жұмадан қыз келеді, естіңдер ме? Я естідік. Қазір келеді. Енді дем болған сияқты. Ой, сен ба жетім? Я, бер. Тазалап біттің неме аналардан сұрайды. Қыздар, болдыңдар ма? Сіздер қазір апай келгенде бекерден естіре қайлайды. Қаракөз болдың ба? Жүріңдер, бөлмемізге барайық. Я барайық. Қыздар, сіздерді түсініп қояйық, қазір апай келіп ұрсып берер дағы. Мен жинап болдым, жасықтардың барлығын қойдым. Қыздар, мен кішкене басым ауырып та жатып демалсам бола ма? Я, кел, қаракөз. Ой, достар кезімізге батып кетті. Қаракөзге қиын не үшін апай оны ұрса береді екен? Білмедім. Біз де тез төсегімізді жинайық. Мына төсектің қайдан келген? Білмедім. Жинайық жодан да тез. Құтты болсын, сендердің бөлмелеріңе тағы бір жетім келді. Саған бұдан былай сен осы бөлмеде тұратын боласың. Ал сосын бұл жерде бұзық зорлық жасасаң, біреумен төбелессең, аямайын, түсіндің бе? Ең бастысы, сен менің ісімді жасамасаң, менің жазалыма сай жазаланасың, түсіндің бе? Жайғастап бер. Мен ананы тастап кетпеген. Аузыңды жап, жетімек. Сенің анаң өлген, бірақ та сені тастап кеткен. Жат оныңа. Жатыңдар тез. Бұларда бір мықтан біреу де жоқ. Қаракөз тиін, соқыр көз қайда? Мынаның барлығын соған жүргізу керек. Ей, қыздар, не істеп жатсыңдар? Апай, біз әдемі жинап жатырмыз. Я. Қазір екі қыз сен қыспасты жуасын, түсіндің бе? Неге, апай? Менің айтқанымды істейсің, ал сен үшеуің жатыңдар. Мен қазір ана комнатаға барып, қызға келем, түсіндің бе? Отыр, жап аузыңды. Жабыңдар, жауыздарың. Не істеп тұрсыңдар? Біз қызбен танысып жатырмыз. Қош келдің біздің жетімханаға. Бер. Атың кім сенің? Аружан. Сен дәл уақытында келдің. Ана жерде тұрған посудалардың барлығын жуасың. Тез. Алдыма түс. Ал сен екеуің жатыңдар. Аружанға мүлдем қашып кетем деп ойламаңдар. Түсінікті ма? Жатыңдар орындарыңа. Апай, күттім. Болдың ба? Сен үшеуің неғып бақырайып тұрсыңдар? Жатыңдар орындарыңа. Болды, жүріңдер. Жүз орнынан Аружан. Апай, бұл жерге біз не үшін келдік? Мына табақ аяқтардың барлығын жуыңдар.
қазір мен сіздерге тағы да талерлер беремін. Осының барлығын жуу керек. Ғана бұлдыртың көп қой. Аузыңды жап та жу. Апай, мына жерден су ақпайды. Қайда қойды сіздерге, а? Тұр орнынан. Ағады міне. Күтіп көрсетемін. Міне ағады су. Жуыңдар енді барлығын. Жерге тастай салмай. Жу. Жусаңдаршы бақырайма. Жу. Міне көкка. Алыңдарды. Жу міне. Жу. Бол, жу. Мынау апайы қайда жатыр дегендер. Мен мына жерге кровать қойып қойдым балконға. Таза отыра ұйықтайтын болады. Ендеше кеттік. Қайтадан жалғастырамыз. Бар жаға ұйықтап демалайыншы. Жора бітті ғой жоқ. Мына жерде тұра берсін ба? Мен мына жерде тұрғым келмейді. Мен қатты қорқып жатырмын. Қорықпа. Мен де басында қорықтым. Бәріміз де қорықтық. Олар жаман болып көрінеді басында. Бірақ барлығы жақсы болады. Барып жатайық. Қазір мен сенің орныңа барып жатайын. Жоқ, керек емес. Апай ұрсып береді. Жарайды, сау бол. Мен қатты қорқамын бұл жерден. Қыздар, келін бе? Не болды? Бізге басуыздар жұқылды. Еш нәрсе жоқ. Жарайды. Достар, сіздерге сериал ұнады деген ойдамын. Достар, егер екінші сериясын қалсаңыздар, комментарийға екінші серия деп жазып кетіңіздер. Всем пока.